Тақырыбымыз Қабдеш Жұмаділовтің өмірі мен шығармашылығы. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында дүниеге келген. Ауылда бастауыш білім алып, кейін Шәуешек гимназиясын бітіреді. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдамасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Алайда университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958-1962 жылдар аралығында Қытайда қуғын-сүргінге ұшырайды. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайтып оралып, Казмудегі аяқталмай қалған оқуын қайта жалғастырады. 1965 жылы бітіріп шықты. Қазақ әдебиеті газетінде, жазушы баспасында, мемлекеттік баспалар комитетінде жауапты қызметтер атқарды. 1981 жылдан бірыңғай шығармашылық жұмыста. Жазушының әдеби қызметі Шәуешек гимназиясында оқып жүргеннен басталады. 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көреді. Жамал атты тырнақалды әңгімесі 1956 жылы Шұғыла журналында басылады. Жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы Жас дәурен деген атпен жеке жинақ болып шығады. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ауысады. Қаздар қайтып барады атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы Көкейкесті романы 1969 жылы жарық көреді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме, хикаяттар, 10 шақты роман жарық көрді. Романдардың көбі тарихи тақырыпқа арналған. Оның 12 кітаптан тұратын Соңғы көш, Атамекен, Тағдыр романдары Шыңжаң қазақтарының өмірінен жазылған. Соңғы көш диалогиясының 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық, Тағдыр романына 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық беріледі.